Бүгін каналда көптен күткен карамельный пирогтың рецептісін ұсынатын боламын. Өте жеңіл жасалады және де қолжетімді заттардан тұрады. Миксерді пайдаланбай-ақ дайындауға болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен 200 грамм ұнымызға 50 грамм қантымызды саламыз, 10 грамм қамыр қопыстықшымызды салып, араластырып жіберіп, 100 грамм салқын сары майымызды салып, крошка жасайтын боламыз. Яғни біздің песочный тестамыз шығу үшін осылай крошка жасап аламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды салып, оған бір шымшымдай тұзды қосып жіберіп, осылай қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 10-15 минуттай целлофанға немесе пищевой пленкаға орап, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді варенкамызды 350 граммдай болады. Осылай салып алып, венчиктің көмегімен немесе кәдімгі қасықтың көмегімен де осылай жұмсартып аламыз. Және де естеріңізде болсын, варенкамыз тоңазытқыштан шығып тұруы қажет, сонда ол жұмсағырақ болады. Және де варенканың сапалы болғаны жақсы, дәмі де жақсы болады. Жаңағы варенкамыздың үстіне 200 грамм қаймағымызды салдық, 20%, 2 жұмыртқамызды салдық да, осылай жақсылап араластырып алдық, біркелкі масса етіп. Ендігі кезекте жаңағы қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, осылай кішкене ұн сеуіп, пирогымызды дайындайтын боламыз. Сіздер арнайы формаға салсаңыздар болады. Осылай қамырымызды салып, әдемілеп алғаннан кейін ортасына жаңағы дайындаған начинкамызды құятын боламыз. Енді шеттері шығып тұратын болса, осылай кішкене басып, әдемілеп қойсақ болады. 180 Цельсий градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Піскенін қайдан білеміз? Шеттері жаңағы қамырдың кішкене сәл қызарып бастағанда, және де ортасы қатты сұйық емес болып тұрған кезде белгілі болады піскені. Және де оны міндетті түрде суытатын боламыз. Кем дегенде 2-3 сағат суы керек. Өте дәмді пирог, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Арнамда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, сонда мені жоғалтып алмайсыздар. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.